Әкесі қызына қамқор болудың орнына қорқынышты түсіне айналды. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Қытай кварталы фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Бұл Джейк Гиттес. Ақысын төлесең кез келген адамды аңдып, ойнасы бар жоғын біліп, ешкім білмейтін құпиясына дейін тауып беретін детектив. Бір күні оған миссис Мальри деген келіншек келіп, күйеуінің ойнасы бар секілді көрінетінін және осыны нақтылап тексеріп беруін өтінеді. Детективтің бәрін қалай бар солай қалдыра қойыңыз дегеніне қарамастан, келіншек шындыққа көз жеткізгісі келеді. Оның күйеуі елге танымал әрі маңызды инженер Холлес Мальри еді. Келіншек осы ақпарат үшін детективке кез келген ақшаны төлеуге дайын. Детектив әкімшіліктің жиналысына барып, суы жоқ аймаққа су тартып, платина құру жайында жиналысқа қатысады. Ол жерде Мальри осындай платинаның 500-ге жуық адамның өмірін құртқанын, сол қателікті қайталамас үшін дәл осы платинаның өте қауіпті болуына байланысты салудан бас тартады. Осы кезде халық шулап, бір қойшы ішке қойлармен келіп, халықтан суды тартып алып, малға беретін судың жоқ екенін айтып, наразылығын білдіреді. Жиналыстан кейін Мальри суы жоқ, құрғап қалған аймаққа келіп, жерді тексеріп, бір баламен сөйлеседі. Детектив оның ізіне түседі. Ол парковкаға көлігін тастап, бұрынғы платина аумағына келіп, суға қарап ұзақ ойланып тұрады. Солай кеште батады. Құбырдан су ағып, Мальри соны бақылап отырады. Детектив оның көлігінің дөңгелегінің астына сағат қойып кетеді. Оның нақты қашан үйіне қайтқанын білу мақсатында. Мальри түні бойы сол жерде болған еді. Ол жиналыстан кейін барлық су қоймалары мен құбырларды тексеруге барады. Еркектің бар ойы суда ғана еді. Артынан Гиттеске өзінің жұмысшысы хабарласып, инженердің паркте екенін айтып, детектив бірден сол жерге жетіп, оны бір жас қызбен суретке түсіріп алады. Солай бұл жаңалық бірден газеттерге шығып, Гиттес танымал болып кетеді. Шаштаразда барлық еркек оның істеп жүрген ісін ұнатпайтынын айтады. Кеңсеге келген Гиттесті бір келіншек күтіп отырады. Ол еркектен: "Сіз мені танисыз ба? Бұрын соңды мені көрдіңіз ба?" деп сұрайды. Бұл инженер Мальридің заңды әйелі еді. Түсінгеніміздей, оған бұрын келген келіншек инженер Мальридің келіншегі емес, мүлдем басқа адам еді. Әйел: "Мен сізді ешқашан күйеуімді тексеру үшін жалдаған емеспін. Сіздің жалған ақпарат жариялағаныңыз үшін сотқа береміз" деп кетіп қалады. Гиттес инженер Мальридің кеңсесіне келіп, оның бөлмесін тінтіп шығады. Қағаздан сейсенбі күнге кездесуі бар екенін көреді. Оған Мальридің көмекшісі келіп, оның әйелдерге мүлдем қызықпайтын адам екенін жасырмайды. Детектив инженерді іздеп, оның үйіне келеді. Үй ішінде біраз жұмысшылар бар еді. Есік алдындағы судан детектив бірдеңе байқайды. Дәл осы кезде келіншек келіп, күйеуінің жұмыста екенін айтып, өзінің соттағы арызын қайтарып алғанын айтады. Бірақ детектив осы істің соңына дейін барғысы келетінін жасырмайды. Ол инженердің қасындағы қыздың кенеттен жоқ болып кеткенін, сондай-ақ өзіне келген келіншекті кім жібергенін білгісі келетінін де айтады. Келіншек күйеуінің нақты қай жерде болуы екенін айтып, детективті жібереді. Солай детектив бірден сол жерге келеді. Гиттес кезінде өзі бірге жұмыс істеп кеткен детективтерді кездестіреді. Олар қайтыс болған Холлестің денесін судан алып шығып жатқан болатын. Келіншек моргке келіп, күйеуін бірден танып, оның өзін өлтіруі мүмкін емес екенін айтып, жауап беріп жатқанда, Гиттес келіп, өзінің Эвелин Мальридің детективі екенін айтады. Олар келіншекті күдікті ретінде танып жатқан болатын. Келіншек детективке "Чекті үйіңізге жіберемін" деп рахметін айтады. Моргке келген Гиттес тағы бір алқаштың дамбының астында суға батып кеткенін біледі. Ол барлық су келетін құбырларды тексеріп, тіпті біреуіне кенеттен келген судың салдарынан батып кете жаздайды. Осы сәтте оған мемлекеттік қызметте істейтін екі адам келіп, "Мұрныңды тықпайтын жерге тықпа" деп мұрнын жарақаттап кетеді. Таң атпай кеңсеге бір келіншек хабарласып, өзінің миссис Мальридің келіншегі болып келгенін, өзін біреудің жібергенін айтып, "Бүгін газетті тексеріңіз" деп тұтқаны тастап жібереді. Гиттес ертеңіне Эвелин Мальридің өзімен кездесіп, бар шындықты айтуын сұрайды.
Келіншек өзінің күйеуінің ойнасы бар екенін білгенін, және ол үшін дымда ренжімегенін айтады. Гиттес келіншек күйеуі өлген күні қайда болғанын сұрағанда, ол жауап беруден бас тартады. Детектив қаланың су қоймаларындағы суды кенеттен ағызып, қалада қатты ыстық салдарынан құрғақшылық болып жатқанда, не үшін суды ысыраптап жатқанын білгені үшін инженер өлтірілді деп ойлайды. Ол қайтадан инженердің жұмыс орнына келеді. Ол жерде жаңа инженерді күтіп отырып, Эвелин Маллоридің әкесі мен Маллориге қаладағы барлық су қоймалары тиесілі болғанын, кейін инженер Маллори Эвелинге үйленгенін біледі. Эвелиннің әкесі су тек өзіне тиесілі деп есептесе, инженер Маллори су халыққа тиесілі деп ойлайтын болған. Холлис Маллоридің орнын басқан Элбуртон Гиттесті қабылдайды. Маллори платинаны салуға қарсы болғаны себепті Элбуртон арнайы жалдаған келіншекті детективке жіберіп, ол жайлы әдейі өсек таратқысы келеді. Артынан инженер су қоймаларын тексеруге барғанда, кенеттен келген көп судың кесірінен суға батып қайтыс болған еді. Бірақ бұл айыптаумен Элбуртон мүлдем келіспейді. Детектив оған шындықты айтса, осы орында кем дегенде 20 жыл отыруға мүмкіндігі бар екенін айтып, кетіп қалады. Кеңсесіне келген Гиттесті Эвелин Маллори күтіп отырады. Ол күйеуін кім өлтіргенін білу үшін барлық шығындарымен $5000 ақша беретінін айтып, контрактке қол қояды. Ол күйеуі мен әкесінің жаңа салынатын платинаның кесірінен бір-бірімен келіспей қалғанын айтады. Гиттес бірден Эвелиннің әкесі Ноаның үйіне келеді. Ол қызының не үшін оны жалдағанын сұрап, детективтің қызымен жатып-жатпай жүргенін сұрайды. Ноа Кросс өте беделді адам еді. Ол Гиттеске Маллоридің ойнасы жас қызды тауып берсең, мен саған 2 есе ақша көп төлеймін деп, өзі инженерді қашан көргенін есінде жоқ екенін айтады. Детектив архивке келіп, жақын арадағы аймақтардың кімге тиесілі екенін біліп, көп жердің осы бірнеше айдың ішінде жаңа адамдарға сатылғанын біледі. Ол апельсиннің плантациясына келіп, шабуылдың астында қалады. Қанша қашуға тырысқанымен оны ұстап алады. Детектив өзін Эвелин Маллори жалдағанын айтады. Эвелин детективті келіп алып кетеді. Детектив платинаның суды Лос-Анджелеске апармай, керісінше осы аймақтарға алып келетінін, осы аймақтағы жерлердің бәрі осы бір айдың ішінде сатылып болғанын айтады. Үкіметтегілер су жүргізіп болғаннан кейін бұл жерлерді $30 миллион көп ақшаға сатқысы келген еді. Детектив пен Эвелин қарттар үйіне келеді. Түсінгеніміздей, осы сатылып алынған жерлердің бәрі қарттар үйінде орналасқан қарттардың атына алынған болатын. Бірақ қарттар бұл жайлы тіпті білмейтін. Не керек, Гиттесті бұл жерден де атып қуып шығады. Бұл істің артында үлкен адамдар бар еді. Әрең дегенде қашып кеткен детектив Эвелиннің үйіне келеді. Екеуі бірге түн өткізеді. Дегенмен келіншекке қоңырау түсіп, ештеңе түсіндірместен кетіп қалады. Гиттес бірден оның ізіне түседі. Келіншек бір үйге келеді. Үйдің ішінде инженер Маллоридің ойнасы деген қыз бар еді. Ол қатты жылап, Эвелин оны жұбатып, дәрі беріп жатқан еді. Детектив Эвелинді ұстап алып сұрақ астына алады. Келіншек қыздың өзінің сіңілісі екенін айтып жылайды. Өзінің күйеуін өлтірмегенін айтып та ақталады. Үйге келіп демалып жатқан детективке біреу хабарласып, Ида деген келіншектің онымен кездескісі келетінін айтады. Солай детектив сол мекенжайға келеді. Есік ашық, терезесі сынған еді. Ал үй ішінде келіншекті біреу өлтіріп кеткен болатын. Үйге басқа полицейлер келіп, детективті инженердің өліміне кінәлап, Эвелин өзінің артын жабу үшін оған ақша төлеп жүр деп болжайды. Детектив Эвелиннің үйіне қайта келеді. Үйдің іші бос еді. Заттардың бәрі жиналып тасталған. Аулаға шыққан Гиттес судың ішінен көзілдірікті тауып алады. Ол бірден Эвелинді сіңілісімен көрген үйге келеді. Ол жерде Эвелин заттарын жинап жатқан еді. Детектив бірден лейтенант Эскобарға хабарласып, осы мекенжайды айтады. Көзілдірікті келіншекке көрсетіп, бұл сенің күйеуіңе тиесілі. Сен оны өлтіріп, денесін құбырға лақтырып жібердің деп өз күдігін айтады. Келіншек қатты ашуланып, жас қыз Кэтрин менің қызым әрі сіңілім дейді. Гиттес келіншекті ұрып, шындықты айт деп қоймайды. Келіншек бір жауапты қайталай береді. Сіңілім, қызым деп. Эвелиннің әкесі педофил еді.
Ол туған қызын кішкентайынан жыныстық қатынасқа итермелеп, Эвелин әкесінен 2 қабат болып қалып, қашып кетіп, Кэтринді босанған болатын. Инженер Холлис қызға көмектесіп, осы сұмдықтан құтқарып, қызының Мексикада өсуіне жағдай жасап, келіншекке үйленген болатын. Кейін бәрі тұрақталғаннан кейін келіншек өзінің қызымен бірге уақыт өткізгісі келеді. Ол дәл қазір өзінің әкесінен Мексикаға қашып бара жатқан еді. Ал мына көзілдірік оның күйеуіне тиесілі емес. Солай детектив екеуінің қашуына мүмкіндік береді. Келген лейтенантқа олардың қашып кеткенін айтып, өзінің клиентінің бірінің мекенжайына алып келеді. Өзі осы үйден көлікпен қашып кетеді. Ол Ноа Кроссқа звондап, жас қыздың өзінде екенін айтып, ақшаны төлеуін сұрайды. Ноа бұл жерге бірден келеді. Ол детективке Кэтриннің өзінің жалғыз қызы екенін айтып, өзін ештеңеге кінәлі санамайтынын айтады. Ол сондай-ақ платинаның салынуында өте үлкен ақша жатқанын, ал Холлистің жолда тұрғаны себепті құтылуына тура келгенін де жасырмайды. Амалы қалмаған детектив оны Қытай кварталына алып келеді. Үкіметтегілер толықтай ақшаға сатылған еді. Олар Гиттесті тұтқындап, Эвелиннің қылмыскер екенін айтады. Осы уақытта Ноа Эвелинді байқап, қызы Кэтринге «Мен сенің атаңмын» дейді. Эвелин полиция әкесінің қалтасында екенін айтып, көлікті айдап кете береді. Полицейлер келіншекті атып, оқ оның басынан өтеді. Кэтрин шыңғырып жылай береді. Ноа немересі әрі қызы Кэтринді өзімен бірге алып кетеді. Гиттеске лейтенант үйіне барып демал, Қытай кварталында шындыққа ешқашанда жол жоқ дейді. Осымен кино шолуымыз соңына жетті. Пікір қалдыруды ұмытпаңыз, бұл біз үшін өте маңызды.